Ассалаумағалейкум. Мына сіріңке Ресейде өндіріледі. Спичечная фабрика Победа, Россия, Пензенская область. Аның сапасы өте нашар, ешқашан алмаңыздар. Бұдан басқа бізде дүкендерде қазір мынадай сіріңке сатылатын болған. Арби Бранс тапсырысы бойынша Пәкістанда өндірілген Қазақстан Республикасы. Мынау қазақстандық компанияның тапсырысы бойынша Пәкістанда жасалатын сіріңке. Бұдан басқа базарларда тағы үшінші түр сатылады. Үлкен қораптарда, оны қазір қолымда жоқ, сіздерге көрсете алмаймын. Сыртында әтештің суреті бар. Ол Өзбекстанның сіріңкесі. Осындай үш түрлі сіріңке бізде сатылады. Біреу Ресейдікі, біреу Пәкістандікі, біреу Өзбекстандікі. Қазақстанның сіріңкесі жоқ. Біздің тәуелсіздік алғанымызға 31 жыл болды. Сол 31 жылда біз бір тал сіріңке өндірмедік. Біз 91 жылдан бері ешқандай өнеркәсіпті дамытпадық. Өзімізде бар өнеркәсіптің бәрін жауып тастадық. Өмір бойы біз тек шикізат сатумен ғана айналыстық. Осыдан 9 жыл бұрын мен Мысырға барып демалып қайтқам. Сонда Мысырда жүргенде, о жақта да мен тура сондай нәрсені байқадым. Біз экскурсияға шыққанда бізге гид Мысырдың экономикасы туралы айтып жатқан кезде, ол айтты, біздің өнеркәсібіміз дамыған деді. Біз индустриялық дамыған мемлекетпіз деді. Бізде мұнай, асфальт, бетон сияқты сондай заттар өндіріледі деп құрылыс материалдарын айтып жатыр да, соны естігенде мен күлкім келді. Тура Қазақстан сияқты шикізат өндіреді. Өте төмен деңгейдегі қарапайым бетон, асфальт сияқты сондай цемент сияқты сондай қарапайым құрылыс материалдарын өндіреді, соны шетелге сатып, содан күн көреді. Соны олар мақтанады, бізде өндіріс дамыған деп. Және базарларда мысырлықтар киім сатқан кезде кеуделерін керіп тұрып, мынау әлемдегі ең жақсы, ең сапалы мақта біздің Мысырдың мақтасы деп мақтанады. Соны ауыз көпіртіп, мақтанып, соны бізге сатады. Бірақ ол киімдердің бәрі Англияда тігілген. Сонда олар мақтаны Англияға сатады, сол Англия сол мақтадан киім тігеді де, оны Мысырға әкеп сатады. Соны олар біздің мақта деп мақтанады. Тура бізде сияқты. Бізде шикізат өндіреміз, бізден ол шикізатты, мұнайды, түрлі түсті металдарды басқа мемлекеттер сатып алады, содан шығарылған өнімді бізге сатады. Біз өмір бойы сонымен күн көрдік. Соның кесірінен біз тәуелсіздігімізді жоғалттық. Қазір Қазақстан тәуелсіз мемлекет емес. Біз 30 жыл тәуелсіз болдық, бірақ 2022 жылы қаңтарда тәуелсіздігімізді біз жоғалттық. Екі шалдың арқасында. Қазір біз Ресейдің отарымыз. Сонда біз тек небәрі 30 жыл ғана тәуелсіз ел болдық. Неге біз тәуелсіздігімізді сақтап қалмадық? Өйткені ол бізге оңай жолмен келді. Біз ол үшін соғысқан жоқпыз, күрескен жоқпыз. Бізде ұлт-азаттық қозғалыс болған жоқ. Бізде көтеріліс, азаматтық соғыс болған жоқ, қан төгіс болған жоқ. Тәуелсіздік біздің басымызға түсті. СССР өз бетінен ыдырап кетті. Бізге Алла тағала тәуелсіздікті, бостандықты сый ретінде тегін бере салды. Ал тегін келген заттың ешқашан құны болмайды, оның қадірі болмайды. Тек маңдай тері арқылы, еңбек арқылы келген байлықтың ғана қадірі болады. Сол сияқты, егер бір халық бостандық алу үшін соғыспаса, қан төкпесе, онда ол бостандықтың қадірін түсінбейді. Егер Алла тағала бізге бір нәрсені оңай жолмен бізге тегін бере салса, демек, онда бір сынақ бар деген сөз. Ол оны бізге сынау үшін жібереді. Бізге ол тәуелсіздікті сынақ ретінде берді. Біз оны сақтап қала аламыз ба? Біз оны нығайту үшін не істейміз? Біз сол сынақты түсіне алмадық. Тәуелсіздікті сақтап қалу үшін сол бағытта біз жұмыс істемедік. Біз өндірісті дамытпадық, экономиканы дамытпадық, білім, ғылымға ұмтылған жоқпыз. Жеңіл өнеркәсіп дамытпадық, техника өндіріп шығармадық. Ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық мәдениетімізді қалпына келтіре алмадық. Мемлекеттің қауіпсіздігін нығайта алмадық. Яғни, тәуелсіздікті сақтап қалу үшін, оны күшейту үшін біз ештеңе істеген жоқпыз. 30 жыл бойы біз істедік. Ән айтып, той тойлап, ұрлап, тонап, бір-бірімізді жек көріп, жік-жікке бөлініп, бір-бірімізбен ырылдасып, қырылысып, бір-бірімізді өлтіріп, 30 жыл бойы біз тек сонымен айналыстық. Сондықтан біз тәуелсіздікті сақтап қалмадық. Біз оған лайық болған жоқпыз. 30 жыл бойы
Біз тек не ойладық? Тек шат-шадыман, мәз-мейрам, той тойлап жүрдік. Ән салып, ыржың-ыржың күлкі, оңай ақша, ана жерден ұрлап, мына жерден ұрлап, бір-бірімізді алдап, мемлекетті тонап, мемлекеттің ақшасын жеп, тек соны ғана ойладық. Ұрлық, жемқорлық, біздің басымызда тек сондай нәрсе ғана болды. Сондықтан біз дамыған жоқпыз. Сондықтан біздің мемлекетіміз күшейген жоқ. Сондықтан біз тәуелсіздіктен қайтадан айырылып қалдық. Енді бізге екінші рет тәуелсіздікті қайтарып алу өте қиын болады. Өйткені бізге Алла тағала бірінші рет мүмкіндік берді, біз ол мүмкіндікті пайдалана алмадық. Енді екінші рет ол бізге ондай мүмкіндік бермейді. Енді бізге тәуелсіздік үшін күресу керек болады. Бізге енді ол соғыссыз, қан төгіссіз берілмейді. Тек соғыс арқылы, қан төгіс арқылы ғана біз оның қадірін түсінетін боламыз. Одан басқа бізде жол жоқ. Ал егер біздің тәуелсіздік үшін күрескіміз келмесе, онда біз оған лайық емеспіз. Біз 30 жыл өзіміздің еркін, тәуелсіз дамыған ел болуға лайық емес екенімізді дәлелдедік. Сондықтан біз қайтадан Ресейдің отарына айналдық. Яғни біз тәуелсіз ел болуға әзірше лайық емеспіз. Біз соны түсінген кезде, біз өз санамызды өзгерткен кезде, өзіміздің қалтамыздан көрі, өзіміздің нәпсімізден көрі, еліміздің болашағын жоғары қойсақ, сол бағытта дамысақ, әрбір қазақ өзінің санасын өзгертіп, өз елі үшін еңбектенсе, адал қызмет етсе, өзінің еліне бір үлес қосам деген сондай бір талпынысы болса, бүкіл халық сондай бағытта жұмыс істесе, сол кезде біз тәуелсіз ел болуға лайық боламыз. Сол кезде біз тәуелсіздігімізді қайтара аламыз. Ал әзірше біз оған лайық емеспіз.